Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода кефирмен жұмсақ болып шығатын мамық пирогты миксердің көмегінсіз жасаймыз. Ең алдымен електен ұнымызды өткізіп аламыз. Оған разрыхителді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай разрыхителді ұнмен араластырып алсақ, өз жұмысын жақсы атқарады, яғни жақсы көтерілетін болады. Одан кейін мискамызға 2 жұмыртқамызды жарып, аздап араластырып аламыз. Ингредиенттерді толық описаниеге жазып қалдырамын. Қантымыздың барлығын бірден салып, венчиктің көмегімен, вилканың көмегімен шайқасақ болады. Жұмыртқамыз қантпенен жақсы араласып, еріп осындай әдемі ақшыл түске айналады және көтеріледі. Бөлме температурасындағы кефирімізді қосып араластырамыз. Жалпы ингредиенттеріміз желательно бөлме температурасында болғаны жақсы. Өмірді қиындатпай жасай беремін десеңіз де өз еркіңізде. Просто жақсы көтеруіңізде әсер ететіндіктен айтып жатырмын. Содан соң жаңа дайындап қойған електен өткізген ұнымызды алып қосамыз. Аз-аздан қоса отырып, видеодағыдай араластырып аламыз. Ұнымыз електен өткізілсе, комок-комок болып іштерінде білінбей қалады. Бұл пирогты бисквит ретінде де тортқа жинасаңыздар да керемет үйлеседі. Дайын болған сұйықтығымызға 3 қасық сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Консистенциясы осылай жұмсақ болады. Противенге пергаментті төсеп аламыз да, дайын болған сұйықтығымызды қойып, ішіне мейіз, жаңғақ, алма, малина секілді неше түрлі дәмдерімізді қалауыңызға қарай қоссаңыз болады. Алдын ала қыздырылған 180 градустағы пешімізге 40-45 минут пісіріп аламыз. Бастысы беті әдемі қызарса болды, міндетті түрде ағаш таяқшамен тексеріп аламыз. Ол құрғақ болып тұруы керек. Пирогты суыған соң ғана кескен дұрыс. Егер сұрақтарыңыз болса немесе жасап көрсеңіздер, комментарийде бөлісе кетіңіздер. Видео ұнаса лайк басып, каналымды қолдап кетіңіздер. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздердің қолдауларыңыз ерекше рецептермен бөлісуге мотивация береді. Сау болыңыздар.